Футбол мен жанкүйер бұл егіз ұғым. Кез келген спортта жанкүйер болады, бірақ олар футболдағыдай маңызға ие деп айта алмайсыз. Сондықтан да болар футболшылар өз жанкүйерлерін 12-ші ойыншыға балап жатады. Ендеше дәл осы 12-ші ойыншы жайында әлем футболындағы ең жарқын сәттердің бірнешеуіне тоқталып өтсек. Футбол десе ішкен асын жерге қоятын жанкүйерлер төрткүл дүниеде топ-тобымен бар. Дегенмен футболшылар мен стадионға келген көрермен арасындағы байланыстың озық үлгісін біздерге 2016 жылы Францияда өткен Европа біріншілігі барысында исландиялықтар көрсеткен болатын. Осыған ұқсас көріністі жақында Украинадан көрдік. Европа чемпионатының іріктеу кезеңінде Сербия құрамасын 5-0 есебімен ұтқан Андрей Шевченконың шәкірттері қуанышты сәттерін өз жанкүйерлерімен бөлісті. Украина деп қол ұрған футбол фанаттарының жарқын дауысы Киев тұрғындарының құлағында көпке дейін сақталмақ. Ұлттық құрама жарқын жеңіске жетіп жатқанда қуанбау мүмкін емес. Ал сүйікті командаң 44 жыл күткен чемпиондыққа соңғы турда, соңғы секундтарда қол жеткізсе, алаңға жүгіріп шығуыңа да болады. Бұл 2012 жыл Ағылшын премьер лигасының соңғы туры. Көш соңындағы Queen's Park Rangers'ты өз алаңында қабылдаған Манчестер Ситиге чемпион атану үшін қалайда жеңіс керек еді. Тіпті ойынның негізгі уақыты аяқталғанша 2-1 есебімен ұтылып жатқан жігіттер жеңістен үмітін үзгендей болды. Бірақ төреші қосқан 5 минутта соғылған 2 гол бәрін өзгертті. Ал мұндай сәтте эмоцияға ерік бермеу мүмкін емес. Жапа тармағай жасыл алаңға жүгірген жанкүйерлердің қуанышқа толы құшағынан ойыншыларды арашалап алу Этихад стадиумдағы тәртіп сақшыларына да оңай болған жоқ. Біздің елде алаңға жаппай жүгіріп шығу бола қойған жоқ. Алайда ойынға дейінгі жанкүйерлер шеруі үйреншікті жағдайға айналып келеді. Солардың біріне 2015 жылы біз де қатысқан болатынбыз. Шаршама талма, чемпиондар лигасы жолында апа елден өтші, топтық кезеңге жетші. Бүгінгі жанкүйерлердің тілегі осы ғана. Бұл 2015 жыл тамыз айы чемпиондар лигасының плей-офф кезеңінде Кипрлік Апоелмен кездескен Астана футбол клубы 2 ойынның қорытындысы бойынша жеңіске жетіп, өз тарихында тұңғыш рет чемпиондар лигасының топтық кезеңіне шыққан болатын. Топтық кезеңде қай командаларды көргілері келетінінде жоспарлап қойды. Ал енді бүгінгі күнгі қазақ футболында жанкүйерліктің озық үлгісін көрсетіп жүрген бірден-бір ұжым ақтөбеліктер. 13-ші сектор деген атпен жақсы таныс футбол фанаттары ойынға дейін де, ойыннан кейін де көшеге шығып ұрандатып, сүйікті командасы мен қаласын айтып әндетеді. О Ақтөбе, сен көп жаса, сен үшін жан пида деп әндеткен бұл жанкүйерлердің Ерке Есмаханмен бірге айтқан әні де есімізде. Спорт әлемінде ұлт пен ұлтты үйістірар, достар тауып табыстырар футбол дейтін бір сиқыр бар. Ал ол ойынның мәні мен мағынасы жанкүйерлер. Ендеше, сіз жанкүйерлік ететін команда әрдайым жеңіске жетсін.